Босфор бұғаз жағасында орналасқан Стамбул туризмнің ордасына айналды. Түрік жағажайлары қазақ демалушыларына да құшағын айқара ашып тұр. Түркия қонақтарды жылы суға демалдырып, өздері ақшаға шомылып жүретін заманға оңайлықпен жеткен жоқ. Қазір мемлекетті Реджеп Тайып Ердоған алға бастап келеді. Оның ел басқарудағы мәнері диктаторлық стильге көбірек ұқсап барады. 2018 жылдың маусымында Ердоған өзі жариялаған кезектен тыс сайлауда жеңіске жетті. Сөйтіп, қатарынан екінші рет президент атанды. Реджеп Тайып Ердоған деген кім? Алда білеміз. Бұл сайлаудың жеңімпазы демократия мен біздің ұлт. 80 миллионнан көп халқы бар Түркия жеңіске жетті. Негізі Ердоғанның айтып тұрған демократиясы басқа елдікіндей емес. Президент 18 мың мемлекет қызметкерін жылы орындарынан қуып, 12 ұйымның жұмысын тоқтатты. Сондай-ақ, өзіне жағымсыз көрінген 3 газет пен 1 телеарнаны жапты. Оларға тағылған айып президент сенімін ақтай алмауы. Ердоған мінсіз саяси жыртқыш. Оның түйсігі ешқашан алдаған емес. Президент басын қауіп-қатерден аулақ алып жүреді. Бір қадам ілгері басып, соққыға төтеп бере алады. Бұл қасиеттері түрік басшысын қарапайым оппозициялық шенеуніктен абыройлы билеушіге дейінгі жол жүріп өтуіне сеп тигізді. Қазір оның шешімдері тек Түркияға ғана емес, басқа да елдердің өміріне әсер етеді. Ол әлем сахнасында сөзі сыйлы тұлға. Бірінші дүниежүзілік соғыста жеңілгеннен кейін түріктердің болашағы бұлыңғыр көрінді. Осман империясы жермен жексен болды. Түрік сұлтандары жаңа биліктің қол шоқпарына айналуға көнді. Ал тәуелсіздік үшін күресті Мұстафа Кемал Ататүрк бастады. Соғыс ардагері Ататүрк мемлекеттің жандану кілті батысқа бет бұру деп сенді. Билікке келген соң демократиялы Түрік республикасының негізін қалады. Жаңа республика батыс әлемінің заңдарын ту етіп ұстады. Діншілдер биліктен кетті. Кемаль консерватив имамдар дамуға тосқауыл болады деп есептеді. Халықты кемел болашаққа әскерилер жетелейді деп сенді. Офицерлік шенділер интеллигенцияның жоғары класын құрып, республика тағдырын 20 ғасырдың соңына дейін өз қолдарына алды. Тек 1994 жылы Стамбул қаласының әкімі болып алғаш рет Ислам партиясының өкілі сайланды. 40 жастағы саясаткер көпшіліктің сеніміне ие болды. Қарапайым халық даусын Реджеп Тайып Ердоғанға берді. Біздің елде биліктегілер жылдам әрі арсыз байлыққа көміліп барады. Ердоған қарадан шыққан кісі. Стамбулдың дәстүрді берік ұстанған ауданының тумасы. Ол сол кезде кедейшіліктің иісі аңқып тұрған Қасым Паша деген жерде туды. Жасөспірім шағында Реджеп шағын сауда жасап күн көрді. Бос уақытында мешіттен және футбол алаңдарынан жиі табылатын. Сабақтан шыққан соң болашақ президент қайыққа отырып алысқа жүзіп кететін. Ешкім естімей тұрғанына көш еткізген соң аудиторияны елестетіп халық алдында сөйлеуді үйренетін. Ердоғанның жаңа өмірі Стамбул әкімін сайлаудан кейін басталды. Алғаш рет саясат сахнасына Ислам партиясының адамы шықты. Сол сәттен бері бәрі өзгерді. Ердоғанға дейінгі Стамбул мен қазіргі қаланың айырмасы жер мен көктей. Астанамызда қарапайым ауыз судың өзі тапшы болған. Қала қоқысқа көміліп жатты. Ердоған келе салып судың мәселесін шешті. Қоқыс уақытылы шығарылатындай жасалды. Онымен қоса, бастысы, ешкім әкімді жемқорлықпен ұстай алмады. Он өзгерістер Ердоғанның беделін арттырды. Дегенмен 3 жылдан кейін саясаткер темір торға қамалды. 1997 жылғы діни консерваторлар мен әскерилердің жанжалы революцияға кеп соқты. Жаңа үкімет исламшылардың көзін құртуды місе тұтты. Стамбул әкімі мемлекетке қарсы үгіт жасады деп айыпталды. Оны әкімдіктен алып тастап, 10 айға бас бостандығынан айырды. 4 айдан соң Ердоған рақымшылықпен бостандыққа шықты. Әскерилерге деген өшпенділігі одан әрі өрши түсті. Түрмеден шыққан Ердоған бірден АКП партиясын құрды. Әділет және даму партиясы. Мақсаты неміс және италиялықтардың демократиялық ұстанымдарына ұқсас болды.
Түркияда жаңа саяси күш пайда болды. Ол әскерилерге де, исламшыларға да жақтаспады. 2002 жылы Реджеп Тайып Түркия премьер-министрі атағына қол жеткізді. Ердоғанның билік сатысында өрлеп шығуына жәрдем берген даңқты Фетхуллах Гүлен. Ол 1999 жылдың өзінде Америка құрама штаттарына көшіп кетсе де, Түркияда сөз өтімділігін жоғалтқан емес. Оның шенеуніктер арасында абырой мықты болды. Гүлен Ердоғанға барынша көмек қолын созды. Бұқаралық ақпарат құралдарында ғаламат медиа қолдаудың арқасында АКП сайлауда ұтты. Ол амбицияға толы жігіт. Мен ондай азаматтарды қолдауға дайынмын. Ердоған кеңес сұрап келетін, бірақ түбінде менен қолдау іздейтінін ұқтым. Оған әскерилермен жанжалдаспауға кеңес бердім. Гүленнің қолдауы Ердоғанға ел ішінде де, Еуропада да қажет байланыс түзуге сеп болды. 2000 жылдардың басында Түркия дағдарыстан шыға алмай жатты. Жемқорлықтың кесірінен экономика құрдымға кетті. Халықаралық валюта қорынан қарыз алған түріктерде басқа ақша мүлдем болған жоқ. Премьер-министр тығырықтан шығудың жалғыз жолы Еуропамен етене достасу деді. Ердоған Еуропалық одаққа мүше болуды армандайтынын айтты. Соның арқасында дағдарыстан шыға алатынын жеткізді. Бұл ойы премьерге бұрын жау болған әскерилерге де жақты. Себебі олардың басты идеясы Еуропа құндылықтарын елге сіңдіру. Сөйтіп, Ердоғанды исламшылардан бөлек әскерилер де қолдай бастады. 2007 жылы Реджеп сайлауда қайта жеңді. Халықтың толық сеніміне ие болған премьер-министр жемқорлықпен барынша күресуге бел байлады. Жүздеген офицерлер мен генералдар Гүленнің көмегімен темір торға қамалды. Әскерилерді қамаққа алу Ердоғанның қалауы болатын. Ердоған қауіптің бетін сейілткен соң демократия құндылықтарын жая бастады. Сөйте тұра, ол сенімін ақтамаған саясаткерлерді билікте шеттетті. Оны сынаған бақ жабылды. Ал наразылығын білдірген топ қуғынға ұшырады. Швейцариядағы экономикалық саммитте Ердоған өз принциптерін әлемге паш етті. Ол жүргізушінің сөзін бөліп, Палестина мұсылмандарына қолдау білдірді. Израиль бандиттер елі. Сағанда рахмет. Израиль премьері 25 минут үзбей сөйледі. Мен 12 минут па сонда? Не масқара? Давостан көңілім қалды. Бітті. Мұнда енді аяқ басып келмеймін. 2013 жылы Түркияның еуроинтеграциясы мәселесі тығырыққа келіп тірелді. Сол кезде Ердоғанның авторитарлы мінезі ерекше көріне бастады. Билік халық ісіне көп араласуды шығарды. Ердоған кім қалай жүріп тұруды қажет дейтін болды. Не жеу, не ішу керектігін сол айтатын. Ол демократиядан көпе көріне бас тартты. Сөйтіп, Фетхуллах Гүленмен арадағы байланыс суи түсті. Оны сипаттайтын жақсы мақалы бар. Күшік асырап ит қылдым, ол балтырымды қанатты. Жемқорлыққа қарсы прокурорлар Гүленнің бұйрығымен Ердоғанның жақтаушыларын жаппай қамаққа алды. Тіпті Реджептің ұлы да кісенделді. Бұл ескі достардың дауына әкеп соқты. 2016 жылы Гүлен тіпті төңкеріс жасауды жоспарлады. Тайыптың басы қатерге тігілді. Премьер енді кімнен қолдау іздейтінін түсінбеді. Елдегі көтерілісті Фетхуллах Гүлен жасады деп айыптады. Ердоған ереуілді тоқтата алды. Сөйтіп, Фетхуллахтың ізіне түсті. 10 мыңнан аса әскери қызметкерлер сотталды. Одан да көбі жұмыстан қуылды. Түркияда енді тәртіп орнайды. Мен диктатор емеспін. Мені халық сайлады. Халық маған сенеді. Реджеп Тайып Ердоған Түркияның келбетін танымастай өзгертті. Стамбулда батыс пен шығыс өркениеті тоғысты. Анкарада биік ғимараттар бой көтерді. Түркия туризм ордасына айналды. Туған жері Қасым Пашада Ердоған құрметіне стадион есімі берілді. Сонымен қатар, мемлекет парламенттік емес, президенттік республикаға айналды. Ердоған бар билікті қолына алды. Енді ол министрлер мен қарулы күштерді өзі тағайындайды. Сонымен қатар, мемлекет парламенттік емес, президенттік республикаға айналды. Ердоған бар билікті қолына алды. Енді ол министрлер мен қарулы күштерді өзі тағайындайды. Сот жүйесінде бақылайды. Егер кім-де-кім бұл жайтпен келіспесе, сынды ішіне сақтай тұрғаны дұрыс.
Ердоғанға тілі тигізген үшін азамат жұмыстан шығып қана қоймай, бас бостандығынан да арылуы ғажап емес. 2016 жылғы көтеріліс Ердоғанды қатты өзгертті. 2 жыл ішінде түрмеге 160 мың адам қамалды, 170 мың әскери жұмыстан қуылды. 200 газет жабылып, 3000 оқу орны лицензиясынан арылды. 100 мың сайт бұғатталды. Егер билікті сынға алғың келсе, амалсыз шетел асуың қажет. Мысалы, Гүлен секілді. Реджеп Тайып Ердоған Осман империясының күшін қайта жандандырғысы келетіндей. Себебі ол президентке емес, сұлтанға көбірек ұқсайды. Бірақ әділ әрі шыншыл сұлтанға. Ердоғанның билеу мәнері сізге ұнай ма? Пікірде жаза кетіңіз. Топқа тіркелуді ұмытпаңыз.